Адам емдейді, бал ашады, кейде дұғамен байлап та тастайды деп еститінбіз. Үйінен кісі арылған емес. Ол үйге әсіресе еріккен қыз қырқын көп келетін. Көбінің сұрайтыны тұрмысқа қашан шығамыз. Күн төбеден ауғаннан бастап есік тоздырып, апай деп қиылып тұрғандары. 40-тан асқан көршімізде ауру сырқаулардан гөрі қыздардың жиі келгенін ұнататын. Сондай мақсатпен келіп жүрген қыздардың бірін сыртынан танитымын. Майра сол кездері мектепті жаңа бітіріп, жасы 18-ге келіп қалған қыз еді. Жүретін жігіті де бартын. Әскерге кеткен жігітін не жағдайда екен деп көршімізге құрбылармен бірге келді. Содан не керек, сол күннен бастап әлгі қыз көршінің үйінен шықпады. Күнде болмаса да аптасына 3-4 рет бас көрсетіп кетеді. Бір айтатыны, жас қыздың бұрынғыдай жадырап жүргенін көрмейтін болдық. Жүзі солғын, іліп басып, ала жаздай құдайы көршіміздің көлеңкесін тоздырып жүргені. Бір күні Майра тұрмысқа шығады екен деген әңгіме шықты. Балалығымыз ба, тойға барамыз деп қуанып қалдық. Оның жігітінің үйі дәп біздің үйдің желкесінде. Тойға неге шақырмасын? Сөйтсек, Майра әскерде жүрген жігітін күте алмапты. Көршінің үйіне келіп жүрген жасы өзінен 2 еседей үлкен, бұрын 2 рет үйленген кісіге тұрмысқа шықпақшы. Ол кісі емделушілердің бірі болатын. Бір қолын аңға шыққанда атып алған. Содан ба әлде өзінің мінезі ме, түсі суық адам еді. Майра осымен некелесет дегенде қыз үйінен кеткенше сенбедік. 1,5 жылдай уақыт өткен соң екеуі ажырасып тынды. Ажырасқаннан кейін бұрынғы қалпына түсті. Жайраңдап жүретін болды. Үлкендер жағы дұғалап тастаған дейді. Қыздың көңілсіз жүргені де сондықтан екен. Ажырасқан соң дұғаның күші қайтқанға ұқсайды. Бұдан кейін де ұл бала есімді қыздың дәл осындай жолмен тұрмысқа шыққанын естідік.